Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай грушадан, яғни алмұрттан жасалған варенье дайындаймыз. Алдымен алмұртты тазалап аламыз, қабығынан. Осылай тазалап аламыз. Кесіп, мясорубкадан өткізуге оңай болсын деп осылай кесіп аламыз. Содан кейін мясорубкаға салып, осылай өткізіп аламыз. Содан кейін секер саламыз. Мен енді көзбен саламын. Тағы да үстінен секер салып, осылай секер салып, газге, жай отқа былғап пісіріп, осылай аламыз, пісіріп аламыз. Осылай былғап. Қызарғанша, сарғайғанша осылай пісіріп аламыз алмұртты. Былғап тұру керек, себебі түбі жабысып қалуы мүмкін. Міне осылай қоңырлай болу керек. Осындай түс, қоңыр түс болу керек. Сарғыштау.